Ассалаумағалейкум қазақ елі. Бүгін 19 ақпан 2026 жыл. Біздің Түркістан облысы. Бұл Сауран ауданына қарай ма көке? Иә. Сауран ауданы. Мына қария. Аты жөніңіз кім қария? Мырзағасим Сәрсенбай. Мырзағасим Сәрсенбай деген атамыз 80-де. Құдай қаласа 80-ге толады. Мына жерде бұл атамыз 2026 жылы қаңтардың 8 күні түнде малын ұрлатқан. Мына жерде қарасаңыздар, анау біреулер әкеп қамаған. Мына қора брошенный қора кімдікі екенін білмейді, сатылады деп жазып қойған. Мына жерге қамаған. Осы жерден бір Нива, бір мотоцикл, бір газель дейді. Осы жерге артып атқан. Енді айтысы бұл кісінің қазір бір айғырын, бір биесін, үшінші бие, қарулы бие екен, мойында жібімен суретіліп кетеді. Өйткені ертесіне оны мына баласы көреді. Сол бұл неғып жіппен жүр деп қараса, осы жерге айдап әкелгенін, ізін бәрін көреді. Бірақ сол күні мотоциклді, Ниваны осы жерден балаңыз байқаған ба қария? Жоқ, қойшылар көрген. Қойшылар осы жерден көрген. Ақ Ниваны бір күн бұрын 7 қаңтар күні көрген. 8 күні. Ал Нива қара мотоцикл келген. Әбеттің кезінде көргенде осы жерге кеп тоқтағанын. Бір Нива, бір қара мотоцикл. Bir Шамал жақындатып. Жаңағы мал қай күн ұрланды? 8-нен 9-на қараған түні ғой. 8 күні әбетте сағат 2-лер шамасында осы жерге бір Нива мен мотоцикл келеді. Мына ойықтың қойшысы кеп қалған кезде ол машинасына мінеді да, екеуі мотоцикліне мінеді да, Кентауға қарай кетеді. Одан кейін сол күні кешке түнде әкеп жылқыны қамайды ғой. Түнде осы жерге қамайды. 8 күні кешке. Сол мотоциклдің ізі, сол Нива. Иә, сол Нива, сол мотоциклдің ізі. Газельге артып кеткен ба? Иә, неше бас ұрлаған? 2 бас, бір айғыр, бір бие. Үшінші биені сүйреп ашыққан кезде ол бие жібімен қашып кеткен. А сен сол бие мойынды арқанмен жүргеннен кейін барып күдіктеніп малың түгелдедің ба? Иә, азанда ерте барсам жаңағыдай жағдай болған. 9 күні сонда. 9 күні азанда, сағат 8-9-дар шамасында. Бұл туралы полицияға арыз жаздыңыз? Жаздық. Енді көке, бұл туралы полицияға арыз жаздыңыз. Полиция не дейді? Полиция қараймыз, қарап жатырмыз дейді. 50% ашылып қалды дейді. Одан артық ештеңе айтпайды. Өзіңіздің бұл жерде жаңағы Ниваны қара мотоцикл кімде бар бұл жерде? Бұл жерде келмейді ғой. Мына жерде бар екен ғой. Көршіңіз ба? Енді анау дәу қырдың ар жағында сол жерде мал ұстайтындарда қара мотоцикл де бар екен, ақ машина де бар екен. Нива ақ па? Ақ Нива. Жаңа ақ Ниваменен нені сол қымбат айғырды жаңа семіз биені алып кеткен. Ол сіз полицияға Нива мен жаңағы мотоциклдің осы жерде тұрғындар екендерін айттыңыз ба, жорамалдап? Айттық. Не дейді? Айтылғанда сол ғой, енді мына жерде көрген күдікті адамдарға да сөйлестік. Айттық, бірақ оны енді тексермей жатыр да, айналып өте береді. Дәлеліміз жоқ дейді. Дәлеліңіз күдікті адам енді депутат деп естідім мен. Депутат емес, депутаттың әкесі. Ағайындары ғой. Әкесі болады. Осы ағайындары болады. Жылқымыз ана егісіне көптеу залал қылды биыл. Ноябрьге қамап ұстадық. Сосын жаңағы агротымызды жеп қойды дейді. Сол жағынан енді кішкене ерегісті ма деп ойлаймыз да өзіміз. Сөйтіп содан күдіктенеміз. Жылқы соға дейін барады күніге, соның үйіне дейін барады. Содан су ішеді, жайылады, қайтады. Артизан бар. Артизан бар, соған барады. Бір тағы да бір әңгіме болып жатыр. Иә. Жылқыңыз жаңағы айғырыңызды 5 миллионға сұраған дейді. Иә. Оны бермей жүргенбіз. Кім сұраған? Оны бермей жүргенбіз ғой, көкпардың аты ғой, адам біз неден ақ қойғанбыз, Атбасар дей ма, сояқтан алдырғанбыз. Енді сұрағанда енді оны енді өзіміз атқа құмармыз, өзіміз көкпарға артамыз, жағы кішкентай газеліміз бар, көкпарға апарып тұрамыз. Ауыл көкпарына жаңағы мынау ары бері бата көкпар жаңағы мал-пал ұтамыз, жаңағы қартаның ойыны ұстаған ғой ода. Соған қызығып сұрап жүретін, мына бала бермейтін. Өзіме керек қой тәте, мал үшін отырмын ғой дейді. Болды деймін да қоям мен. Кеше Түркістанда көбірек мен енді немерелерімді оқытамын, аның балаларын Түркістанда боламын көбірек. Келген кезде осындай жағдайды естіттім.
Енді мынау Сауран ауданының полиция бөліміне хабарласып арыз жазылған, бірақ бүгінгі күнге дейін бүгін ертең ашамыз, 50% ашылды. Ашпайды. Арыз олар алған жоқ. Жоғалған күні олар арыз алған. Біз арыз берейік десек, олар арыз алған жоқ. Неге? Қарындасым 20 күннен кейін айқай шығарып, барғаннан кейін барып Түркістанда үйге барып, арызды өздері алды, зорға алды. Кім деген полицейский? Кім алды барып? Сізді кім әппет? Қандай полиция көке? Өткенде атын айтып отырыңыз ғой. Ол жаңағы Қуаныш деген бала тергеуші бала. Одан кейін жаңағы милицияның бастық болып отырады, Бақыт деген жігіт. Осы арқамнан қағып болды ғой, табылады ғой, жылқының 50% ашылып қалды ғой дейді. Болды, сол бойы жым-жырт бола береді. Жым-жырт бола береді. Мынадан кіші қарында. Сонда полиция бұл ұрлықты сіздер айтып, осындай жанайқайларын жеткізіп, малым ұрланды деп атсаңыздар, полиция арыз алмады деп тұрсыз. Алмады. Алған жоқ. 20 күннен кейін барып, қарындасымен күйеу балам келді, осы жерге маған сөйтіп сұрады, арыз алдым, осында алған жоқ дедім. Ертеңінде ол участковойдың бізден телефонын алды да, звондап, айқайлап, үйтем, анаған барам дегеннен кейін барып оқыған ғой, 4 жыл оқыған мұғалім қарындасым. Мына 84-ші жылғы, мына 82-ші жылғы. Зорға барып, әкемді Сауранға апарып, арызды өздері жазған, бұл кісі осындай айтқан. Оқыдыңыз ба? Оқыған жоқпын дейді ғой соны. Оқығаным жоқ, бірақ қайтып келіп, жаңа тергеуші бала, Қуанышбек деген бала, Жетісайдың баласы екен, сол бала келіп, айтқан сөзімді жазып, тағын қол қойғызды. Не деп айттыңыз? Не деп айтқанда, осы жаңағы 8 январ күні жылқыны кешке таман түгендеген, 9 күні азанда жылқы кеткен. Осындай пәлен миллионның айғыры 2 жыл тумаған бием кеткен. 3-ші жылқы жаңағыдай арқанымен жүр. Онда артқысы келген. Тағын үйде бір айғыр тұр, сонда айдап келген үйірімен. Онда әкетем деген. Ол 2 үйірді айдаған ғой олар. Сөйтіп ол мына қораға кірмеген. Бірақ. Жылқы мынаяқта жатқан, оны айдап әкелген, бір үйірді қамағанда, бір үйір. Ода бір көлген, өлгенде ода 5 миллионның айғыры. Ода 5 миллионның айғыры. Оны бірақ кіргізамаған ғой. Мынаған кірмеген ғой қора, ебір, жесір қора. Кеткенде ол енді қараңғыда. Оны қазір мен үйге ұстап отырмын. Оны үйде ұстап отыр. Ұстап алдық. Енді мынандай жағдай болғаннан кейін қорықтық. Енді бұл құрметті Түркістан облысының прокуроры және Түркістан облысының начальник полициясы мына жерде айтып отыр, 80 келген қария жанайқайын 20 күннен кейін арыз алды дейді. Ұрлық болған кезінде, значит, арыз алмағасын қарамағанда болу керек. Енді бұған көмек беріңіздер. Мынау ауыл шаруашылығы, мал шаруашылығын президент Қасым-Жомарт Кемелұлының өзі нықтап тапсырып жатыр. Жақында ғана осы мал шаруашылығы жөнінде үлкен тапсырмалар берді өкіметке. 3 ай уақыт берді. Енді президент өкімет жұмыс істеп жатқан кезде неге жергілікті билік біз өкіметтің, президенттің тапсырмасына қарсы жұмыс істеуіміз керек. Енді мына сіздердің арыз алмағандарыңызды мен қарсы деп түсініп тұрмын. Енді арман қарап әркім өз түсінігімен түсінер. Енді мына қария, өзіңіз не айтасыз? Мына облыс әкімі бар, бұл жердің өңірдің басшылары бар, өлкенің. Енді Шымкент онша не алмай тұр. Сауран ауданы баяғы Ленинизм колхозы өзіміз талай слетке барғанбыз. Ол колхоз кәдімгі біздің ауылдың баласы барып әкім болып отыр. Соның айналасына жаңағы Нәшәннің милиция болып балалары әкімнің сөйтіп барып ол мені сәлсім жерге тығып жатыр. Не деп тығады? Тыққанда сол қарамайды, кемейді. Хабардаған жоқ па сонда? Хабар алды, өтірік алады, көбінесе өтірік алады. Ол шындық жоқ. Баяғы колхоз Сауран Ленинизм колхозы әлі сол колхоз бойынша. Ол біз аудан деген. Аты не? Қай ауылдың? Мына сіздер қарайтын. Жаңайқан селосы. Жаңайқан селосы. Жаңайқан селосы. Сауран ауданында. Енді мына өкіметтен біз сұраймыз, талап етеміз. Енді мына қарияның жанайқайын естіп тұрсыздар, полицияның селсоқ әрекетін естіп тұрсыздар, шара көресіздер деген ойдамыз. Қарияның малын тауып, мына қарияның енді қартайғанда асырап отқан 5-6 малынан айырмаңыздар. Енді қазақ малға өзі жақын ғой, 4 түлік малды қазақ өзі байлығым деп, сол 4 түлік малдың артынан
соны ұрпағыма қалдырамын деп әрекет жасаса, бүгінгі күні Иә. ұрылардың қолданып жатыр. Ол бұның тағы да айта кететініміз, осы Сауран ауданында бірнеше ұрлық болды. Осы Отырар ауданының екі ортасында түйе сойып жатқан адамды да сот үйғамаққа жіберді. Біз оларды естіп жатырық, жұрттардан тағы да сол ертең сотта шешем деп тағы да мал ұрлап жүргенін естіп жатырық. Мына жерде кеше Абай ауылында тағы да жылқы ұрланып, оның әкесінің полициядан пенсияға шыққанын айтып отыр. Оны да арыз жазбады деп бүгінгі күні іс қозғамай отыр. Сонда ұрылар білген тірлігін істей береді. Ал ол ұрылар бір-екі малын берсе, енді кешірім сұрайым. Енді шаруалықта сол малдың артынан жүргеннен кейін бірін-біріңізді қолдамасаңыздар, бір мал берсе, кейбір артын беретінде, или басқа бір мүлкін беретінде адамдар табылып жатыр. Өйткені малын ұрлайды, кешірім сұрап, тағы да бір-екі мал әкеп беретін шығар. Арыз жазудан бас тартады. Ағайыным дейді. Ағайының ұры болса, одан қаш, жирен. Ондай ұрыны ағайыным деп айтудың өзі ауыр. Ондайларды бұрын ауылдан көшіріп жіберетін еді. Ал бүгінгі күні ағайын іздеп қалған осындай іс-әрекет, осындай өсіп өнбеуге алып келіп тұр. Түркістан ағалық болашақ қоғамдық ұйым жетекшісі Ерғожанұлы Әлғожа.